Қайырлы күн баршаңызға. Мен Ибрагимова Севара, балалар және ересектердің эндокринолог дәрігерімін. Егер бұл видеоны сіз көріп тұрған болсаңыз, оны денсаулығыңызды жақсартуға бір қадам жасағаныңыз деп есептесеңіз болады. Себебі гипотиреозды гормонсыз емдеу немесе гормон қабылдап жүрмін, гипотиреоздың белгілері сақталады деп жүрген көп адамдар бар. Қандай жағдайда гипотиреозды гормонсыз емдеуге болады? Егер сізде ТТГ 8-ге дейін жоғарылаған болса, гипотиреозбен 5 жылға дейін ауырған болсаңыз, мысалы гипотиреозбен ауырып жатқаныңызға 2 жыл болды, антитипо 1000-ға дейін жоғарылаған болса, қалғанша бізге операция терапия жасалынбаған болса, әрине бұл жағдайларда гипотиреозды гормонсыз емдеуге болады. Қалай деп сұрайтын шығарсыздар. Себебі қалғанша без гормондары түзілуі энергия затратный процесс. Ол үшін бізге йод, тирозин, селен, өте көп витаминдер, микроэлементтер қажет. Егер сізде осы витаминдердің дефициті болатын болса, әрине қалғанша без қызметі төмендейді. Нәтижесінде гормон аз өндіріледі. Немесе сізде ТТГ 10 болуы мүмкін және гормон қабылдап жүрген болуыңыз мүмкін. Бірақ гормон қабылдайсыз, сонда да гипотиреоз клиникасы сақталады. Неге? Себебі сіздің қабылдап жатқан эутирокс немесе эльтироксин гормон құрамы бұл Т4 тироксин гормон. Ол не активный гормон? Ол, яғни сіз ішкен эутирокс немесе эльтироксин ішіндегі құрамындағы не активный гормон бізде организмге түскеннен кейін ол активті Т3 гормонға айналу керек. Бұл процесс 30% ішекте, 60% бауырда өтетін процесс. Өкінішке орай, қазір көп адамда бауырмен проблема бар. Себебі дұрыс тамақтанбайды, газированный напиткаларды көп қолданамыз, әртүрлі себептерге байланысты бауыр қызметі төмендеген. Сондықтан сіз гормон қабылдауыңыз мүмкін, бірақ сонда да гипотиреоздың клиникасы сақталады. Бұл жағдайда әрине жалпы организммен жұмыс жасау керек. Бір ғана эутирокс гипотиреоздың емі ғана емес. Егер сізде анализде витаминдер дефициті болса, анемия, темір жетіспеушілігі, B9, B12 витаминдер дефицит, ферритин деңгейі аз болуы мүмкін, витамин D деңгейі аз болуы мүмкін. Витаминдер дефицитін толтыра отырып, организммен жалпы жұмыс жасау арқылы ғана гипотиреозды толық емдей аласыз. Мүмкін сізде тағы антитипо деңгейі де жоғары болуы мүмкін. Антитипо деңгейі мысалы сізде 1000 болса, сіз емханаға барсаңыз, дәрігер сізге антитипоны төмендете алмайсың, ол өкінішке орай еш нәрсе істей алмайсың деп айтуы мүмкін, бірақ антитипоны төмендетуге болады. Егер сіз бұл туралы толығырақ ақпарат алғыңыз келсе, мен Телеграмда өтетін жабық каналда гормонсыз өмір проектінде толығырақ талқыладым. Бұл проектте жалпы ем схемасы бар, гормонсыз емдеу жолы, эутирокс қабылдайсыз, эутирокстың әсерін жақсарту жолы, антитипоны төмендету жолдары, қалғанша бізге қандай витаминдер керек, барлығы туралы мен жабық Телеграм каналда толығырақ айттым. Ол жерде витаминдердің емдік дозасы, профилактикалық дозасы, витаминдерді қай жерден алу керек, айхербтан немесе аптекадан қандай түрлерін алу керек, барлығы туралы осы проектте біле аласыз. Проектке қарап, өзіңіздің жалпы қан анализі және гормондарға тапсырған анализіңізді талдап үйренуге болады. Себебі мен видеомен бұл проектте толық талдап көрсеттім. Соңғайсыз гипотиреозды емдей аласыз. Проектте бонус ретінде анемияның емі және инсулина резистенс емі толығырақ жазылған. Проектке қосылу бағасы кері байланыспен, мен дәрігермен кері байланыспен қосылғым келеді десеңіз, бағасы 15 000 теңге. Жоқ, өзім үйренемін десеңіз, онда бағасы 8 000 теңге. Проектке тиімді бағамен тіркеліп алыңыз.